Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бекмағамбетова Әсем Бауыржанқызы. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы бекіре-тәрізділер отряды. Мақсаты: бекіре-тәрізділер отряды туралы толық мәлімет беру. Бекіре-тәрізділер сүйекті балықтардың шеміршекті сүйекті балықтар класс тармағына жататын отряды. Бекіре-тәрізділер мезозой эрасының юра кезеңінде пайда болған балықтардың ежелгі тобы. Олардың екі тұқымдасы бар: бекірелер және ескек тұмсықтылар. Үш туысы: қортпалар, бекірелер, тасбекірелер. 9 түрі бар. Оның ішінде Сырдария тасбекіресі, Арал бекіресі Қазақстанның құзыл кітабына енгізілген. Бекіре-тәрізділер Солтүстік Американың Миссисипи, Миссури өзендерінде, Еуропаның Азов, Қара, Каспий, Балтық теңіздерінің алаптарында, Азияның солтүстік бөлігінде, ал Қазақстанда Каспий, Арал, Балқаш алаптарында, Ертіс өзенінде таралған. Бекіре-тәрізділердің денесі ұршық пішінді, кейбірі арқасынан құрсағына қарай жалпақтау. Денесінің ұзындығы 27 сантиметрден 7-9 метрге, салмағы 2 килограммнан 1-2 тоннаға дейін жетеді. Олар тұщы суда, ал кей түрі теңіздің ащы суында тіршілік етеді. Уылдырығын өзеннің тасты, құмды жеріне шашып, теңізге қайтып оралады. Торсылдағы жақсы жетілген, желбезек қақпағы бар, сырттай ұрықтанады. Бекіре-тәрізділер шаян-тәрізділермен, моллюскілермен, ұсақ балықтармен қоректенеді. Бекіре-тәрізділер өте бағалы балық болғандықтан кәсіптік маңызы зор. Олар дәмді еті мен уылдырығы үшін ауланады. Ми сауыты шеміршекті. Оның қақпағы да шеміршекті. Қақпағында жабын сүйектері күшті дамыған. Торсылдағы бар. Ол ішекпен байланысады. Ұрықтануы сырттай. Бұлардың ұзын тұмсықтары дөңгелек сүйір, немесе күрек тәрізді. Аузы бастың астында, құйрық қанаты гетероцеркальды, денесі жалаңаш, немесе 5 қатарға орналасқан шағын қырлы сүйектер жатқан. Қортпа балығы бірінші рет тұқымды 15-16 жасында береді. Бұл балық ұрықты суы терең, ағысы, түбі тасты жерлерге жазғытұрым және күз айларында шашады. Қортпа орташа есеппен жылына 200 мыңнан 8 миллионға дейін уылдырық береді. Уылдырық шашып болғаннан кейін теңізге өтеді. Бұған қортпа балығының мына ерекшеліктерін мысалға келтіруге болады. Әдетте қортпа уылдырық шашу үшін өзенге өтеді де, ағысқа қарсы 1000 км жол жүреді. Уылдырық шашу кезінде теңізден өзенге өту, оның бойымен бірнеше километр жол жүру қортпа балығының бірінші ерекшелігі болса, ал екінші ерекшелігі өзен түбін бауырлай жүзуі. Тасбекіре, бекіре тұқымдасына жататын балықтар. Құмдауытты және майда тасты қайраңдар мен өзектерді мекендейді. Дене пішіні лайлы суда тіршілік етуге бейімделген. Басы күрек тәрізді жалпақ. Көздері кішкентай. Оның есесіне сезім мүшесінің қызметін атқаратын ұзын мұрттары жақсы дамыған. Ерекше сауыт құрайтын қырлы сүйектері денесін механикалық жарақаттанудан сақтайды. Тасбекірелерді екі туысқа жіктейді: Америка тасбекіресі және ортаазиялық тасбекірелер. Сүйрік өзен бойында тұрақты өмір сүреді. Күзде қыркүйек айларында терең шұңқырларға жиналады. Қысты қоректенбестен өткізеді. Еркек балықтарды 4-5 жасында, ұрғашылар 7-9 жасында, май-июнь айларында ұрық шашады. Жылына 500 мың уылдырық береді. Қорт түй, бестер, бекірелер буданы, қортпа мен сүйріктен алынған будан. Ерекшелігі жыныстық жағынан да, салмағы, өсіп қоңдану жағынан да тиімді бекірелер түршесі. Шоқыр балығының салмағы 12 кг, ұзындығы 1,7 метрге дейін жетеді. Жасы 5-12-ге келгенде бірінші рет тұқым береді. Ұрықты жазғытұрым өзеннің төменгі ағысында шашады. Жылына 35-630 мыңға дейін уылдырық береді. Ұрық шашу кезінде шоқырда ағысқа қарсы бірнеше шақырым жол жүреді. Үй тапсырмасы: бекіре-тәрізділер тұқымдасына сипаттама беру. Екінші тапсырма: бекіре-тәрізділер отрядының мекен ету ортасы. Үшінші тапсырма: бекіре-тәрізділердің туыстығына қарай жіктеуін түсіндіріңіз.
4-ші тапсырма. Қызыл кітапқа бекірлердің қандай түрі енгізілді? Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.